Қазақстанда ең алғаш рет мемлекеттік тілде «Тіл достықтың алтын көпірі» атты республикалық білім беру онлайн акциясы өткізілейін деп жатыр. Іс-шара қоғамдық ағартушылық жоба болып табылады. Оның мақсаты ұрпағымыздың назарын мемлекеттік тілді үйренуге аудару, сауаттылық деңгейін арттыру және күнделікті өмірде кәсіби салада сауатты сөйлеудің маңыздылығын сезіну. Акция аясында өз ана тілін үйренгісі келетіндердің барлығына жаппай диктант жазылады. Соңғы жылдары қазақ тіліне өте зор мән беріп жатыр. Қарасаңыздар, бүгін таңда биыл Қазақстан саны, халқың саны 19 миллионға жететін болса, таза қазақ саны 13 миллион асады. Ол енді 70% жақындаған әңгіме. Қарасаңыздар, барлық қызметтерде қазақ тілін білетіндер жастар өсіп келе жатыр. Сөйлеген сөздеріне қарасаңыздар, осыған байланысты деңгейді көтеру, диктант мәдениет, жазу мәдениетін көтеру үлкен ықпал етті деп ойлаймыз. Өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас. Білгенге маржан, білмеске арзан, надандар бақыра алмас деп Абай атамыздың өз ана тіліне таңырқап тағзым еткені белгілі. Тілге қатысты бір үлкен шара өтіп жатыр. Бұл бүкіл қазақ халқына тек қана республикадағы емес, бүкіл әлемдегі қазақ тілін білетін азаматтарға арналған диктант жазу, сауатты жазуға, орфографиялық жағынан сауатты жазуға, пунктуациялық жағынан сауатты жазуға үйретеді. Біз тәуелсіздік алғаннан кейін елдің алдына мемлекеттік тілде ақпарат тарату қажеттілігі туындады. Соған орай қазақтың тілі қазір күн өткен сайын бір жағы қоғамның сұранысы сондай. Екінші жағынан мемлекеттік құрылымдарда мемлекеттік тіл талап етіле бастады. Осыған орай осы тілді дамыту аса өзекті болып отыр бүгінгі таңда. 30 жылдың ішінде біздің жеткен жетістіктеріміз аз емес, бар. Ал бірақ әлі де болса қоғам күн өткен сайын өсіп келе жатыр. Айналдырған санаулы ғана жылда қоғам жылдам өзгеріп жатыр. Ал осы өзгерістерден қалып қоймаудың бірден бір жолы ол осы мемлекеттік тілді сол уақыт талабына сай дамытып отыру. Ал тіл деген бұл адамның нені ойлайтындығын, адамның қоғамда нендей мәселенің болып жатқандығын көрсететін бірден бір көрсеткіш. Диктант мәтінінің авторы Кенжеғұлова Нарбин Смағұлқызы. Ағайынды Гангуров атындағы ғылыми фантастика бойынша халықаралық әдеби сыйлықтың, Дарабоз халықаралық әдеби сыйлығының иегері, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Жаңа Нарбин Смағұловна авторымыз айтып өтті. Бұл диктанттың да құдіреті сол, қолыңа қалам алып жазған сәттен бастап тілдің, мәтіннің, әрбір сөйлемнің, құрылымның өзіндік бір аса ұялататын сәті бар. Яғни экспрессивті, эмоционалдық контекстегі былайша айтқан кезде мәтіннің құдіреттілігі тіршіліктің нәрін беретін астарлы сөздермен берілуі. Дүниедегі, әлемдегі ең таза, ең көркем, қолданысы, синонимі көп біздің әдемі тіліміздің құдіреттігін әр адам осы бір диктанттан сезіне алады деп оғамыз. Менің ойымша қазіргі қазақ тілінің деңгейі орташа деңгейде сияқты. Бірақ Құдайға шүкір, мына тәуелсіздік алғалы 30 жылдың ішінде дамып келе жатыр. Қуантады. Міне, мен Тұран университетінің режиссер мамандығын оқымастан бұрын актер шеберлігінде оқығам. Содан уже 10 жылдан бері кинокартиналарды түсіп жүрмін. Басында көбінде орысша сондай болады. Қазір міне Қазақстан арнасы болсын, хабар арнасы болсын, барлығы қазір үлкен қатаң талап. Тек қазақша мәнерлі, әдепті, таза сөйлеуге талап қояды. Бұл қуантады. Такая образовательная акция, она своего рода интеллектуальная игра с самим собой. И одна из ее целей, безусловно, обратить внимание, собственно, на самое главное, то, чем живем мы каждый день. Это наш родной язык. Поэтому я с большим удовольствием участвую в этой акции как профессиональный филолог и хочу дать напутствие всем. Обращайте внимание на то, что вы говорите, как вы говорите, развивайте свою речь, свой язык. Обращайте внимание, какие слова вы используете, потому что любой инструмент нуждается в настройке, в развитии, и мы должны вкладываться в него. И вот эта акция, посвященная 30-летию независимости Казахстана, один из превосходных способов обратиться к родному языку, который, собственно, демонстрирует культурный код нации.
қазақша диктант секілді шараларды бәріміз қолдауымыз керек. Қандай деңгейде болсын, ең жаңа мектептен бастап үкіметке шейін. Баяғыда мен осы Қазақстан теміржолшылар газетінің бас редакторы болғанда Кельннен бір қазақ келген. Сол кісі қазақша ағып отыр сөйлеп. Мен заңды сұрақ пайда болды. Қалай сіздер осы 100 жылға шейін сыртта жүріп қазақ тілін, қазақ мәдениетін, әдет ғұрпын қалай сақтадыңыздар? Сонда ол кісінің айтқаны, біз балаларды тәрбиелегенде оларға шет тілі, ол сенің сыртқы киімің. Үйге кіргенде сыртқы киіміңді шешіп, кіреберіске іліп қой. Үйде жаңа қазақ тілінде сөйле деп сөйтіп үйреткенбіз. Сондықтан соның арқасында біз өзіміздің тілімізді сақтап қалдық деп маған сөйтіп баяндап берді. Сондықтан жаңағы ол күнделікті қолданыс болғаннан кейін, күнделікті өзінің ана тілінде сөйлегеннен кейін тіл, мәдениет ол ешқашан өлмейді. Біз соған атсалысуымыз керек, біз соған күш салуымыз керек. Қазақ тілі дүние жүзіндегі ең бай, беделді де бейнелі тілдердің бірі. 29 мамыр күні сағат 11:00-де онлайн түрде өтетін білім беру акциясына шақырамыз. Тіліміздің мәртебесін бірге көтерейік.